Қайырлы күн, ауылдың өмірін сүйіп тамашалайтын менің құрметті көрермендерім. Өздеріңіз білетіндей, мен YouTube каналыма ауылдың қызықты сәттерін, тұрмыс тіршілігін салып тұратын әдетім бар. Соның бірі міне кеше-кеште ешкіні жығып, аяғын байлап, түбітін аламын деп ешкі тарадым. Ешкі, біле білсеңіз, қолға алғаш үйретілген жануарлардың бірі. Ешкінің мүйізі қырлы, дене бітімі жеңіл, құйрығы қысқа болып келеді. Оның түбіті, жүні, терісі, еті мен сүтін тұрмыста пайдаланады. Кеше мал жақтан келе жатқанымда алдыңғы видеода салдым ғой, көктемдегі су тасқыны туралы. Сол жолымызды су шайып, жолды терең қылып тастаған. Мен оны байқамай, сөйтіп жаңағы машинамен прицепке рулон тиіп келе жатқанда кептетіліп тұрдым да қалдым жолда. Жолға түсіп кеттім. Асты тірелді, машинаның асты тірелді, сонымен күрек те жоқ. Келіп қалар мүмкін көмектесуге деп тәкең. Қасымда мына ит жүр, міне қалмайтын қыстай. Вот так вот. Сосын қой босқа тұрмайын деп, дәл жанымда осындай әдемі гүлдер өсіп тұр екен. Соны осылай әдемі қылып, мобилографтар сияқты қылып сықетіп видеоға түсіріп алдым.